Biz осы реалды кәдімгі күнделікті жер бетіндегі өмірімізде емес, кәдімгідей бір ертегілер елінде өмір сүріп жатқан, қиялдар әлемінде өмір сүріп жатқан ел сияқтымыз. Неге деп сұрайсыз ғой? Айтайын, бірге ойланып көрейік. Осыдан жарты жыл бұрын бет, ойбай бізде электр энергия жетпейді екен. Мына атом электр станциясын салмасақ болмайды. Осыған баяғы Ресей салсын деп, біреулер Қытай салсын деп таласып, кәдімгідей үлкен мінбелерден талай дау болып, әңгіме тудырып, енді бұны салғанға ақша керек. Осыған 12 болсын ба болмасын ба деп халық екіге жарып қалыпты. Содан референдум жасады. Оған 12 миллиард ақша салды. Референдум өтті, бәленбай адам қолдады деп салатын болды. Сонымен ол әңгіме бітті. Ертегі бітті. 12 миллиард жоқ, атом электр станциясы да жоқ, оны айтқан адамдар да жоқ. Ауыздарын жауып, көлеңкемен қашып жүр. Міне, 12 миллиард ақша қайда кетіп қалды? Не үшін шаштық біз оны? Енді 2020 жылдармен Тоқаев конституцияны өзгертуге керек, болмайды, мынау 4 жыл сайлау деген болмайды, 7 жылға бір-ақ рет сайланатын болсын деп өзгертейік деп конституция. Бұдан кейін конституцияда ешқандай өзгеріс болмайды бұдан кейін деп айтып еді. Сонымен тағы да 7 жыл мерзімге деп, ойбай президент қолдайғанды, бұл жеті тіл білетін адам екен деп, осын алаулатып, жалаулатып жүріп, 12 миллиард ақшаны салып, сайлау өткізіп, референдумға дауыс беріп, енді конституциямыз бұдан кейін өзгермейді деп, тағы да конституцияны өзгертіп тастадық. Сол өзгерістер енгізу үшін референдумға 12 миллиард ақша тағы да салдық. Ол кетті ме? Бітті. Енді бірнеше жыл өткеннен кейін, ойбай, болмайды екенін түгел жасау керек қайтадан деп, тағы да 20 миллиард ақша сұрап отыр да, референдум өткіземіз, мына конституция болмайды екенін. Ал енді қош жарайды, ертегілер, бұл ертегіде басталды, бұл ертегіде жүріп жатыр, керемет, мынау дүниеде жоқ конституцияны жасадық, Францияда да жоқ, Англияда да жоқ, Американың конституциясына қарағанда бұл тіпті жаңаша конституция деп оны мақтап жатырмыз. Ертегілер елінде осы аспанға шығып, жерге түсе алмай, аяғымыз салбырап сол. Енді осы референдум өткізуге қойып қойды бұнда. 20 миллион ақшамыз кетер. Бұна ертегілер таусылғанша шулаймыз, ертегін тыңдаймыз, рахаттанамыз. Осы конституциядан кейін біздің өміріміз көркейіп кететіндей болып, осыған ғана қарап тұрғандай болып, осы сайрап, бұлбұлдарымыз біздің ана бұтаның басына бір қонып сайрап, мына бұтаның басына бір сайрап, ана халықтың алдына барып бір сайрап, мына халықтың алдына барып бір сайрап жүрген бұлбұлдар осы біздің құлағымызға сіңіріп жатыр. Ал бұл уақытта өтеді. Уақыт деген жылдан ғой. 15 февральда болар, 15 наурызда. Оғанда дауыс берілер, мүмкін қабылданар, мүмкін қабылданбас. Қабылданса жарайды. 3-ші президентті сайлармыз күзге таман. Бірақ кепілдік бар ма сол конституцияның жұмыс істейтініне? Дәл анандай бәрі бір президенттің қолына байлап берген статьялардан кейін, баптардан кейін ол халыққа жұмыс істейді деп айту қиын. Сондықтан да 3-ші президент кеп бірер жыл жұмыс істегеннен кейін, ойбай, мынаны өзгертейік, қайтадан бапты қателесіп қаппыз, қайтадан референдум шақырайық деп, осын тағы да 20 миллиард сұрап отса, қай бетімізбен қараймыз біз оған. Біз осы референдум дегендерді қойсақ қалай болады?
Осы неге референдумсыз ақ осы халық өзі төменнен шықпайды инициатива. Осы жоғарыдан басталады да алаулатып, жалаулатып, халыққа жетпей сол ортада ілініп тұрып, айғайлатып апарып, бәленбай миллиардтаған ақшаны жоқ қылып, сөйтіп қарап отырамыз ба. Өстіп, не өзімізге пайдасы жоқ, не халыққа пайдасы жоқ, не билікке пайдасы жоқ. Қай-қайдағы бір жемқор, алаяқ, қулардың қалтасына осы миллиардтаған ақшаларды салып беріп қарап отырамыз ба енді осылай.